Баршаға сәлем. Бүгінгі видеода көрінбейтін қабырғаның құрсауында қалып, сыртқы әлемнен бейтарап болған қаланың оқиғасын жалғастыратын боламыз. Алдымен лайктарыңызды басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Кешкі уақытта қала жастары ойын алаңында бас қосқан. Джо мен Бен бүгінгі атыста түсірілген видеоны қарауда. Екеуіне келген қыздар телефон қалай жұмыс жасап тұр деп таңғалады. Бірақ Джоның айтуынша еш байланыс не интернет жоқ екен. Қала көшелерімен келе жатқан Джоли досы деп санап жүрген Барбиге өзінің күйеуін көрінбейтін қабырға жоғалған соң оның ар жағынан іздеймін деп айтады. Бұл Барбиді іштей қынжылтты. Себебі ол әлі де болсын қызға өзінің байқаусызда жасаған қылмысын мойындамаған еді. Қабырғаны сындырамын деп байқаусызда адам өлтіріп қойған полиция Полды Линда шеріп қолтығынан қысып қамауға әкеле жатыр. Қала халқы да әділеттікті талап етіп, қылмысыңды мойынмен көтер деп ұрандатады. Сонда жиылған қауымның алдынан қала әкімі Джим шықты. Оның айтуынша өлім сәтінде бәрі абайсызда болды. Сондықтан Полды толық кінәлі деп санай алмаймыз. Қазір кім кінәлі екенін анықтайтын уақыт емес. Қазір бірігіп кедергіні бұзатын уақыт. Ойын алаңда жүрген жастарға Нора атты бейтаныс жас қыз келеді. Оның сұрайтыны телефон қуаттағыш. Жоқ, қызбен тіл табысып, қуаттағыш менің үйімде бар дейді. Оған қоса әңгімесіне үйде ешкім жоқ дегенді де қосып үлгерді. Негізінен Нора бұл қаланың тұрғыны емес. Жол бойымен өтіп бара жатып, қоршауға түсіп қалған. Енді міне таныс емес қалаға келуден басқа амалы қалмады. Нора пысықтық танытып, Джоның үйінен орын тапты. Қамаудағы Пол өзінің әріптесі Линданы алдап қашып кетті. Ал әкім өзінің ұлы Джуниорға сен неге халыққа көмектеспейсің деп ұрыс үстінде. Кейін өзінің әңгімесін қайта жалғаған әке, сен деген әкімнің ұлысың. Қанша дегенмен саған жұрттың аударар назары бөлек. Сен әкімнің ұлы деген атқа лайықты әрекет етуің керек дейді. Сонда әкесі Джуниордың жағынан көрген жерлерді байқайды. Өз кезегінде бала бұл көрген жерлерді Барбидің жаралағанын айтты. Дегенмен Джуниор өзінің кінәлі екендігін, Барбиді айыптап өзінің қызы Анджелиді қызғанғанын айтады. Осымен бұл тақырып жабылды. Анджи болса Джуниордың қапасында жатыр. Бірақ күнделікті бір орында жата бермей, шамалы қашуға әрекет жасауда. Осындағы радио құрылғыларды іске қосып, сырттағы хабарлармен танысып отыр. Кешегі орын алған өрт жайлы естиді. Сонда мұнда Джуниор келіп, қызды жұбата бастады. Айтуынша бұлай қызды қамауына кінәлі көрінбейтін қабырға екен. Өткен жолғы өртке кінәлі Лестерге келген Джим ешкім ештеңе көрген жоқ. Сен мені танымайсың деп кетіп қалды. Джоли мен Барбидің жолдары әлі де болсын бірге. Тағы бір кездескенде Барби қыздан сендей білікті журналист неге мұндай айдаладағы қалаға келді деп сұрайды. Жауап ретінде Джоли біз Питер екеуміз бұл қалаға жаңа өмір бастауға келдік деп жауап береді. Қызы радиотілшісі фильммен кездесуге кетті. Ал қамауда қалып қойған Линданы учаскеге келген Джим әкім босатып алды. Полдың қашып кеткендігін түсінген әкім Линдаға ұрысып, мұндай жауапсыздыққа сен кінәлісің деп айыптай бастады. Алайда қазір ұрысатын уақыт емес. Мұны түсінген әкім тез арада Полды тауып әкелетін еріктілер тобын жинау керек деп шешеді. Линда Полдың учаскедегі барлық оқ-дәріні алып кеткендігін білді. Кейін өзінің түйсігі бойынша Пол үнемі аңшылық жасайтын орманға қарай бағыт алды. Нораның анасы таң атысымен қызын іздеп жүр. Фил тілшімен жолыққан Джули көшеге көз тастап тұрып, мұздай болып киініп алған Джуниорды байқады. Сырттай қараған адамға күдікті көрінетін жігіттен тілші қызы барып бірнеше тергеу сұрақтарын ала бастады. Алайда Джуниор жауап беруден бас тартты. Әкім мырза Полдың қашып кеткендігін хабарлап, оны іздеуге шығатын еріктілер тобын жасақтай бастады. Ал топтағы адамдар қатарында Барби де бар еді. Айтқандай, әкім мырза Барби мен капешінде жолыққанда жігіттің қан жұдырығына қарап, Джуниормен болған оның оқиғасын айтты. Барбидің әкімге ұнаған тұсы, ол бұл қабырғаны ататын күні бір әскерді жеңіп тастаған болатын. Солай команда жасақталып, ер адамға бір мылтық берілді. Бір машина болып орманға келген олар мұндағы ағаш бұтақтарының сынығына қарап, Полдың бағытын анықтауға тырысты. Айта кетсек, бұл іздеу әдісі команда ішіндегі Барбидің ойына келген болатын. Линда да өзінің көлігін тізгіндеп, орманның арғы басына келіп жетті. Орман ішіндегі барлау сәтінде Пол алыстан байқалды. Алайда кәсіпқой емес еріктілер Полдың назарын өзіне аударып алып, нәтижесінде олар жараланады. Әкім мырза мен Барби Полдың ізіне түсті. Джоның үйінде генератор бар екендігін естіген қыздар кезекпе кезек келіп, телефон қуаттауға асығатын болды.
Джуниор цемент тола зауыт ғимаратына келді. Осы уақыт бойы жігіттің артынан Джули де аңдып келген болатын. Дегенмен бұл жерде екеуіне де қызық жоқ. Джуниор ғимарат ішімен жүре келе көрмейтін қабырғанында осы маңда орналасқанын көрді. Бұл өз кезегінде жігітті ашулануға итермелеп, қолындағы шам ашу салдарынан жерге түсті. Сонда артқы қабырғадан шыққан Джули қазір батареялы шамың жарылады дейді. Бірақ бұл Джуниор үшін қызықты емес. Жігіттің ішінде тұнып тұрған сұрақ, Джули неге оны аңдып жүр? Бұл тұста қыз жеңіл жауап қайтарды. Айтуынша Джуниор құтқару жолын табады ма деп ойлаған екен. Осыдан соң Джули мен Джуниор ортақ тіл табысып, өткен-кеткенді айта бастады. Үйі қуаттау орнына айналып кеткен Джоға жігіттер де келе бастады. Олардың ішіндегі Картер атты жігіт Джоның кет дегеніне де көнбей, үй үшін өзінікіндей сезініп жүр. Үйді бара-бара өз қарамағына алған Картер ендігі қуаттауды жалға беріп, жастардан ақша шығарып алмақ. Сонда Нора Джодан араша сұрай бастады. Өз үйінде өзі өгей болып қалған Джо ашумен Картерге жегіп кет деп айқай салады. Сонда генератор істен шығып қуаттау тоқтайды. Міне ол жастардан осылай құтылды. Орман ішіне жүріп келе жатқан Джим мен Барби бара-бара жақсы араласуда. Барбидің кезекті бір айтқан әзіліне бастық күлмей, мен футбол ойнап жүргенімде талай әзілдің астында қалатынмын. Сол жақтарда менің Джим деген есімімнің өзі нағыз келеке ететін дүние еді. Басқалар маған күлсе де маған бұл ұнамайтын. Сондықтан қазір сенің әзіліңе де күлмейме деп жауап береді. Сол әңгіменің қызған шағында арт жақтан қару асынған Пол шыға келді. Ол әкімді өлтіргісі келеді. Алайда Барби мұнда бекерден бекер жүрген жоқ. Жігіт әкімге араша түскелі жатқан еді. Сонда орман ішінде жүрген Линда бұрынғы әріптесі Полды ту сыртынан атып түсіреді. Линданың әскери шеберлігіне тәнті болған әкім бас шериф ретінде Линданы тағайындады. Ғимаратта отырып біраз сырласқан Джуниор мен Джули күн аясына батар шақта көліктеріне отырып үйде-үйге қайтқалы жатыр екен. Сонда Джуниор қыздан бүгін айтылған әңгімелер тек арамызда қалсын деп өтініш айтады. Мұны Джули қабыл алды. Кешке үйге келгенде есік алдынан Джим мен Барби байқалды. Көліктен түскен Джуниор Барбиге тесіле қарап, көзбен атып өтіп кетеді. Осыдан соң Барби мен Джули бірге үйге қайтты. Жолай Барби Джуниор мен арадағы оқиғаны жай ештеңе емес деп қысқа ғана қайырып қоя салды. Нора мен Джо үйлерінде отырып, істен шығып қалған генераторды істеуге тырысуда. Сонда үй ішінде Нораның анасы Каролин кіріп келді. Джоның бұл кісі кім деген сұрағына Нора жауап ретінде маған қолдау көрсетіп, қамқор болғаныңа рахмет деп айтып кетеді. Сол сәтте генератордан тоғырып, екеуі де жерге құлап, ғарыштық ұранды айта бастайды. Джуниор өзінің қамауда ұстап отырған қызға келді. Қолындағы аптечкасын қызға ұсынып, менің жарамды таңып берші дейді. Келіскен Анджи аңқау жігіт деп байқатпай, қайшыны өзіне алып қалады. Түнгі уақытта Джули Барбидің заттарының арасынан карта тапты. Қызығы сол картада бір мекенжай белгіленген. Ертесіне халық халқы жаппай бүлік ұйымдастырып, қоршау сыртындағы әскерилердің кеткендігіне наразылықтарын білдіре бастайды. Мұндай бүлікке қарсыласып, оны басуға тырысып жүрген тек Линда мен Лестер еді. Ақыры болмаған соң шулаған халықтың назарын өзіне аудармақ ниетте Линда қаруды аспанға атады. Әкім мырза да бүлік орнынан табылды. Ол ортаға шығып, халықтың наразылығын тыңдады да енді өзінің үндеуіне көшті. Оның айтуынша билік бұл қаланы тастап кетті деген ақпарат жалған. Джим өз аузымен мен әлі де билікпен байланыс жасап отырмын деп хабарлады. Ашықтықпен ауырып жүрген Джуниор қамаудағы қызға келді. Аңқау балағы оған көйлек сыйлайды. Сонда момын қыздың кейпіне енген Анджи қайшын шығарып жігітке шабуылдай бастады. Бірақ бұл шабуыл сәтсіз шығып, Джуниор одан бетер Анджиді байлап тастайды. Кешке Барбидің картасына көрген мекенжайға келген Джули күйеуі Питердің көлігін тапты. Бірақ мұндағы Фил тілшінің айтуынша, бұл көлікті Питер маған сатқан дейді. Сол уақыттарда Фил талып құлайды. Ауруханаға да кеше генератордан жараланған жастардың ата-анасы келіп тұр. Адамс медбикенің айтуынша ауруханада радиотомографияға қарсы емдеу ақпараты әлсіз дейді. Джо Джуниорды осы жерден көріп, өзінің әпкесі Анджиді сұрайды. Бірақ ол өтірік білмеген түр жасады. Бұл уақытта ауруханаға Линданы көтеріп Барби мен Джим, Филді көтеріп Джули келді. Негізінен қалада ауырып жатқан тек бұлар емес, басқа адамдарды әлсізденіп талып қалуды шығарды. Джуниор әкесін көргенде
ағашты шауып жатып жараланып қалдым. Соны таңдыруға келгенмін деп жауап берді. Қамаудағы Энджи вентиляция жүйесін байқап, оны ашуға оқталады, бірақ ойынан түк шықпай, қатты соққы алып есінен танады. Адамс медбике кеше біртүрлі күй кешіп, сандырақтап кеткен 2 жасты тексеру үстінде. Джулидің Барбиге қояр бір қатар сұрақтары бар. Оның қалтасында карта қайдан жүр? Ол Филді қайдан таниды? Бірақ Барби жауап беруден бас тартты. Ауруханаға түскендердің бір шамасы бойларынан әлсіздік сезінді. Сонда Элис дәрігер мұны жұқпалы ауру деп тапты. Қазір аурухана қоймасында ауруға қарсы вакцина аз, сондықтан барынша ауруды таратқызбау керек. Дәрігерлер толықтай ауруға вакцина салдырып алғандықтан, олар емін-еркін жұмыс жасай берді. Вакцина салдырғандар қатарына әкім мен оның баласын да қоса аламыз. Ауруханадан ауру тарамасын деп, Джим Джуниорға қару ұстатып, оны күзетке қалдырып кетті. Энджи есін жиса, бөлме суға толып жатыр. Өзі сындырып алған құбырды жамауға тырысты, алайда еш пайда жоқ. Джим дәріханаға келсе, бұл жерде біреу теп-тепіл етіп кеткен екен. Ешқандай дәрі жоқ. Джимнің күдігі жағдайды пайдаланып қалуға тырысқан Лестерге түсті. Ауруханадағы жағдайға келер болсақ, дәрігерлер барынша еңбек етуде. Бір палатада жатқан Линда мен оның ұстазының жағдайы нашарлай бастады, ал дәрігерлерде тек бір вакцина. Сонда ұстаз Линда аман қалсын, ол халыққа керек деп вакцинаны салуды ұсынады. Элис оның таңдауын құрметтеп, жыламсыраған түрінде бір қарайды. Джули есік алдын күзеткен Джуниорды айналшықтап, одан сыртқа шығуға сұранып әлек. Айтуынша оның күйеуі Питерді табатын керемет мүмкіндік туып тұр еді. Сонда Джуниор Барбимен төбелес орын алған жасырын үй жайлы ақпарат береді, бірақ айтуын айтып, Джулиді сыртқа шығармай қойды. Сондықтан Джули дәрігер карточкасын байқатпай алып, аурухананың артқы есігінен шығып кетті. Әкімнің күдігі рас екен. Жүк көлігімен дәрілерді ұрлап кеткен Лестер оларды өз ауласында өртеп тұр. Оның жоспары халықты қыру. Барби Лестерді ұрып құлатты да, әкіммен қосылып дәрілерді алып кетті. Вакцина егілген соң, шереп қыз Линда көзін ашты. Сонда оның ұстазы Мора бір мәз болып оқушысына, бала көңгі тентек қыздан ұлтжанды азаматшаға айналдым деп мақтайды. Өзінің өмірінің соңғы сәттерінде ешкімнің сөзін елемей, бұрынғы шерепте керемет қызмет қыл дейді. Бұл уақытта ауруханадан шығуды қалайтындар көбейді. Сондықтан Джуниор елдің болашағы үшін, ауру тарамас үшін шықпауымыз керек деп, қаруын жерге қойып кетіп қалады. Есік ашық тұрса да, ақылға салған адамдар іште қалғанда дұрыс деп тапты. Джули Барбидің жасырын шатырына келіп жетті. Мұндағы шашылған заттар арасынан әйел күйеуі Питерге тиесілі құжаттарды тауып алды. Бұл уақытта дәрілерді сәтті алып келген әкім мен Барби ауруханаға жетті. Кіре сала Барби Джулиді іздеді. Таппаған соң Филді жауапқа ала бастады. Филдің айтуынша Питер жігіттен қарыз ақша сұраған екен. Фил мұны естіп, досының басы бәлеге ұшырады деп түсінгенде, ақшасын беріп орнына көлікті алған екен. Екеуі соңғы рет кездескенде Фил Питерге басыңды сауғалап қашып кет, сонда қарыз төлемесін деп ақыл айтқан екен. Палатадағы Нора мен Джо кешегідей қайта құлап, өздерінің не айтқандықтарын видеоға түсіріп көргілер келді. Жоспар ойдағыдай болып, олар әдеттегі сөздерін айтты. Бірақ сол сәтте Джо өздігінен тұрып, видеоны тоқтатқан екен. Бұл дегеніміз құпия әлі де болсын сақталмақ. Барби Джуниормен жолығып, Джулидің қайда кеткенін сұрады. Жігіт жауап ретінде Барбидің шатырын меңзеді. Сонда алаңдаушылыққа салынған Барби жігіттен көліктің кілтін сұрайды. Джуниор оңай келіссін бе? Барби жігітті қорқытып, Джулиге бірдеңе болса, сен жауапсың деп айтқаннан кейін барып, ол көлікті берді. Барби шатырға жеткенде, іште Джули құлап жатыр екен. Оны екі қолдап көтеріп, ауруханаға жеткізді. Су арасында қалған қамаудағы қыз әбден тоңғақтауда. Қанша уақыт өтсе де, оған көмек берер ешкім жоқ. Линда әкіммен әңгімеде бүгін Джуниордың халық алдында сөйлеп, оларды ауруханадан шығармай ұстап қалғанын айтады. Бұл әкесінің жүрегін жылытты. Джуниорда мақтау сөз естіп қалды. Джули есін жиғанда Барби Питердің өзіне картадан ұтылып қарызға батқанын айтады. Дәлел ретінде Питердің қарызын қайтарамын деп айтқан аудио жазбасын тыңдатады. Джули сенді, бірақ ол Питердің қайда екендігін білгісі келеді. Сонда Барби өтірік айтып, ол басқа қалаға кетіп қалды дейді. Джо Нораның анасымен сөйлесіп, сіздердің жеке үйлеріңіз жоқ қой, сондықтан бізбен бірге тұрыңыздар деп өтініш тастайды. Баласының бұл ұсынысына анасы Элисте келісімін берді.
Барби Джулиге айтарын айтып болған соң, оның үйінен кетемін деп шешті. Жүктерін жинап есіктен шыққалы жатқанда, Барби кінәлі түрмен жұптың бірге түскен фотосына қарады. Полиция учаскесінде Линда мен Джуниор сөйлесуде. Ұстазының алдында Линда өзін кінәлі санайды. Құдды ол оның өліміне кінәлі секілді, бірақ Джуниор оның ойын теріске шығарып, Мора ханым сенің қалаға керек екеніңді түсінді. Сондықтан да өз өмірін қиды деп жауап береді. Осыдан соң Линда Джуниордың бүгінгі еңбегі үшін марапаттау медалін беріп, жігітті өзінің орынбасары етеді. Джим мен Лестер есік алдында кездесті. Лестер әкімге жемқорлық істерінен түскен пайданың бір бөлігін береді. Түріне қарасаң Лестер ендігі әкіммен аткекілін кесіп кеткелі жатқандай. Джим сені дәрі ұрлау ісі бойынша соттай аламын дейді. Сонда Лестер екеуміздің бірге жасаған былықтарымызды ашып бере саламын деп айтып, өз жолымен кетеді. Суға батуға айналған Энджи құбырдан көмек сұрап айқайлайды. Әйтеуір дегенде ас үйде жүрген Джим оны естіп қалды да сыртқа жертөлеге түсті. Энджи қамалған бөлменің есігін ашқанда, әкім Джуниордың кезекті бір құйдырғы ісіне куә болды. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті. Достар, келесі бөлім қаласаңыздар, барынша лайктарыңызды баса кетіңіздер. 1000 лайкқа жеткен кезде келесі бөлімдерін шығаратын боламын. Ал әзірге келесі кездескенше.